Отырыста білім беру нысандарының құрылысы және жөндеу жұмыстары, республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жолдардағы құрылыс, жөндеу және күтіп-ұстау жұмыстары, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің өзекті мәселелері қаралды. Сондай-ақ жиында өңірдегі білім нысандарының материалдық техникалық базасын жаңарту жайы да талқыланды. Биыл 2,9 миллиард теңгеге облыстағы мектептерге күрделі жөндеу жүргізу жоспарланып отыр. Оның 1,1 миллиард теңгесі ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында қарастырылған. Семей қаласы, Аягөз, Бесқарағай, Жаңа Семей, Үржар аудандарындағы 12 мектептің шатыр, электр жүйелері, есік терезелері ауыстырылды. Бұдан бөлек 85 мектепте ағымдағы жөндеу жүргізілуде. Отырыста бұл бағыттағы жұмыстардың кестеден кешігіп жатқаны айтылды. Облыс әкімі жиында құрылыс және білім басқармалары басшыларының ұсынған мәліметтердің толық зерделенбеген сынға. Аймақтағы мектептердің материалдық техникалық жағдайын жақсарту бойынша нақты есеп, жүйелі сараптама жасалмай отырғанын айтты.